индейцем, со здоровым ирокезом. Можно говорить дерьмо. Мой дядя работал там во время бунта. Я работала там 32 года. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге бүгін біз Алжир арнасы және бүгін біздер тағы да бүгін жаңа киноға обзор түсіретін боламыз. Ол киноның аты Паранормальная тюрьма дейді. Біз аты қиын болғандықтан оған өзіміз ат қоятын боламыз. Жалпы сюжет бойынша бір елес аулаушы топ бойынша түсірілген кино. Біз сондықтан да киноның атын елес аулаушылар деп қоямыз. Бұл кино өте жақында шыққан, 2021 жылы Америка құрама штаттарында түсірілген. Жалпы көп сөйлеп кеттік, көп сөз ой, біз видеомызды бастайық. Кино бір елес аулаушы топтың сол түрмеге барайын деп жатырған кезінен басталады, және олар жиналып сол түрмеге қарай аттанады. Және оларды бір күзетші шал күтіп алады. Олар ішке кіріп барлық жерге камераны қойып елесті түсіргісі келеді. Сосын түрменің күзетшісі оларға осы түрме тарихын түсіндіре бастайды. Сол кезде соның ішіндегі бір қызда бір құрылғы болып шығады. Егер ол құрылғы жасыл түсті көрсетсе, ол адамды байқап тұр. Ал егер көк түсті көрсетсе, ол елесті байқап тұр деген сөз. Яғни ол қыз бұл құрылғыны ешқай жерде тексеріп көрмеген, осы түрмеге тексеріп көрейінші деп алып келген болатын. Яғни олар әр бөлмеге камераны қойып кетеді. Олар туннельге де камераны қойып кетеді. Сосын олар туннельді әрлі-берлі деп 2-3 жерге қояды тағы да камераларды. Сосын олар бөлмесіне барып камераны қараған кезде, камераға біртүрлі елес секілді бірдеңе түсіп қалады. Яғни олардың барлығы оған сенбейді. Олар барлығын күзетшіден көре бастайды. Сол кезде әлгі қыздың құрылғысы көк түсті жанады. Барлығы таңғалып сояққа қарай жүгіре бастайды. Яғни олар ол жаққа барған кезде ол жақтан түк те таппайды. Және де коридорды әрлі-бері іздеумен болады. Сөйтіп екі оператор жоғалып кетеді, және оның артынан жаңа қыз кетеді. Сол кезде жаңағы адамдардың ішіндегі біреуі жаңа қызды қорқытқысы келеді. Ол көзіне ақ линза тағып, елес құсап, ана қызды қорқытқысы келеді қысқасы. Сөйтіп жаңағы жігіт ештеңеге сенбей, мүлде елеске сенбейтін адам болғандықтан ол бөлмелерді іздеген кезде оның алдынан бір манекен атып шығады. Олар түрмеден әрі қашады, бері қашады. Олар әр бөлмеге тығылады. Ең соңында келіп бір бөлменің есігін байқайды. Сол есікке кіріп ішінен жауып алады. Және түрме күзетшісі оларға: бұрын бұл жақта осылай адамдар қамалып қалған, бірақ оның барлығы елес, сондықтан да қорықпай шыға беріңдер деген. Сөйтіп олар жаңағы манекеннен қорықпай оны елес шығар деп сыртқа шығады. Сөйтіп олар бұл түрмеден де шығады. Сөйтіп таң атып олар камерасын қараған кезде көп нәрселер түсіріп алған. Сол кезде осы түрменің бастығы келеді. Сендер бұл жаққа қалай кіріп кетіп жүрсіңдер деген кезде, олар: бізді бір түрменің күзетшісі кіргізді дейді. Сол кезде бұл жақта адам тұрмайды, қаяқ түрме күзетшісі дейді. Сол кезде барлығы таң қалады. Сонда жаңағы шал не болып шықты? Сонда жаңағы шал елес пе? Я достар, мінекей осы жерден киномыз аяқталады. Сонда жаңағы күзетші шал дегеніміз елес болып шығады. Жай ғана бұларды қорқытқан. Достар, егер де видео қысқалық болса ренжімеңіздер, бұл сондай өте қысқа кино. Сюжеті жалпы жақсы, бірақ көрініп тұр аз ақшаға түсірілгені, себебі көптеген қорқытып жіберетін сондай моменттер өте аз. Жалпы киноға мен 10 балдың 7 балын беретін боламын. Жалпы осы киноға осылай қараймын. Егер толық қарағыларыңыз келсе, мен описанияға ұмытып кетпесем, егер атын жазып кететін боламын, сол аяқтан қарауларыңызға болады. Сіздермен бірге болған Алжир арнасы. Қош, сау болыңыздар.